Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Даму KZ арнасы. Бүгін сіздерді көбелек бағалауының жасалу жолымен таныстыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қағаздан басып шығарған осындай дайын суреттерді қиып алатын боласыздар. Барлық бөліктерін жеке-жеке қиып алғаннан кейін, осы бағалаудың көбелектерін де шеттерін әдемі етіп қиып аласыздар. Енді осы барлық бөліктерді ламинат пленкасының ішіне ретімен қойып салып шығатын боласыздар. Ыстық ламинатордан өткізіп алған бөліктерді жеке-жеке осылай қиып шығамыз. Одан кейін бізде көрнекілігіміз барлығын қиып болғаннан кейін, енді бұлардың барлығын жіп өткізіп, көбелектерді біріктіретін боламыз. Мінеки көбелек бағалауы дайын болды. Оқушыларға жеке немесе топтық жұмыста пайдалануға болады. Егер видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып өтіңіздер.